Сабағын өтетін тақырыбымыз изомерия деп айтылады. Жалпы изомерия дегеніміз не? Құрам бөліктері бірдей, қасиеттері мен құрылымы өзгеше болатын заттарды біз изомерия дейміз. Жалпы айтқан кезде осылай анықтама береміз. Сіздер қазақ тілінен синоним деген сөзбен танысыздар. Неге синоним деген сөзбен мен изомерияны бірдей салыстырамын? Себебі синонимді білесіздер, ол әртүрлі айтылады, жазылады, әдемі, көркем, мағынасы бір келген кезде өте сұлу екенін көрсетеді. Солай ма? Енді изомерияның бірнеше түрі бар. Көміртектің орналасу ретіне байланысты, ешқандай өзгеріссіз. Екінші түрі функционалдық топтардың орналасу ретіне қайталанатын екі еселі, үш еселі байланыстың болуына қарай, функционалдық топтардың кеңістігіне қарай. Кеңістік изомериясы деп айтылады. Олай болатын болса, мен сіздерге бутан номенклатурасын жазатын болсам, бутан бізде төртеу, екі шетіне үшеуден жазамыз, ортасына 2 деген сан қоямыз. Мына біздегі ешқандай радикал түспеген, функционалдық топтары өзгермеген, өзгеріссіз болатын болса, біз ол n бутан деп айтамыз. n бутан. Келесі. Мына бізде кім еді? Салыстырып қарайық. 3 көміртек бар ма? 3 көміртекті санаймыз. 1, 2, 3. Бұл біздегі пропан. Радикалы метил. Екінші номерге түсіп тұрғандықтан 2 метил пропан. Мынау n бутан. Бұл жердегі n бутан, 2 метил пропан бір-біріне изомер болады. Не үшін молекулалық формуласын жинақтаймыз? Бізде 1, 2, 3, 4. 4 көміртек саны бар. Сутек саны 3, 6, 8, 10. Ал мына жердегі 2 метил пропанды жинақтайтын болсақ, көміртек санын жалпы санаймыз. 1, 2, 3, радикалмен 4. Келесі, сутек санын салыстырамыз. 3, 6, 9, 10. Құрметті оқушылар, қараңыздар. n бутан жазылуы басқа формула, жинақталған кезде молекулалық формуласы бутанды беріп тұр. Келесі формула 2 метил пропанды жаздық. Жинақтап алған кездегі формуламыз бутан шықты. Екеуі де бірдей, біз бұны изомерия дейміз. Сонда n бутан 2 метил пропанға бір-біріне изомерия болады.